Саламатсыздар ма, демалушылар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Ендеше сабағымызды бастайық. Сіздердің бүгінгі сабаққа қандай көңіл-күймен келгендеріңізді білу үшін, мына Сейхунұлы Қобдишаға мен сіздерге сыйлық алып келдім. Сол сыйлықты бір-бірлерімізге бере отырып, көңіл-күйімізді анықтайық. Адамгершілік қасиеттерге байланысты сын есімдер бар. Сол сын есімді оқып, сыйлықты алғаннан кейін, сол сын есімге кім лайықты деп таныған адамға сыйлайсыз. Қайырымды. Керемет білім алушылар, біздер Сейхунұлы Қобдиша әдісі арқылы өткен сабақта өткен сын есімдермен адамгершілік қасиеттер туралы бір шолу жасадық. Тақтада бізде суреттер сөйлейді. Тақтада көрсетілген суреттерде қандай мамандықтар бейнеленген көрсетіп атаймыз. Мен суретте дәрігерді көрдім, инженер көрдім. Мен суретте спортшыны көрдім. Және де мұғалімді. Мен экономистті көрдім. Суретте біз жаңа бірнеше мамандық түрлерін анықтадық. Демек, бүгінгі тақырып қалай деп аталады? Мамандыққа байланысты. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы мамандықты таңдау, болашақты таңдау. Сабағымыздың мақсаты мамандықтар туралы әртүрлі ақпарат ала отырып, олардың қоғамдағы маңыздылығын анықтау. Тақырыпқа сай мәтін беріледі екі топқа, екі түрлі мәтіннің астында тапсырмалар бар. Мәтінге қандай ат қойдыңыздар? Агроном болу үшін қандай адамда қасиет және дағдылар болу керек екен? Мәтіннен мамандыққа байланысты бір сөзден айтып шығарыңыздар. Мәтінге қандай ат қойдыңыздар? Ветеринар мамандығы болашақта ақжол. Мамандықтың маңызы қандай? Жануардың емдеуші. Ендеше келесі кезекте жылдам ойланып анықта ойынына кезек берейік. Құрал жабдықтар берілген. Мен сіздерге мамандық атауын атаймын. Сіз орныңыздан тұрып, сол мамандыққа қатысты затты көрсетіп, және оның атауын атайсыз. Бухгалтер. Компилятор. Келесі ойыныңыз сіз мамандықтар әлеміндесіз деген ойын. Бұнда сіздер платформада берілген жұмбақталған мамандықтарды табасыз. Астасқан бақты ашық аспан. Ұшқыш. Дұрыс. Іздейді әдемі фон, оның досы айфон. Терең жерді мекендеп, қазынаға жетемдеп. Мен сіздерге қазір мамандыққа қатысты, осы бүгінгі тақырыпқа қатысты сұрақтар беремін. Сол сұрақтарға сіздер келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Өз ойларыңызды айтасыздар. Жақсы маман болу үшін қымбат оқу орнына түсу керек. Ақшаң болса, мамандықтың керегі жоқ. Бүгінгі сабақтан алған әсеріңізді осы TikTok әдісі арқылы бөлісе отырсаңыз. Тоғжан мен Сергейдің маған бүгінгі сабақтағы талпыныстары. Сабақ маған өте ұнады, себебі өте көп пайда болды. Сонымен бүгінгі сабақта біз қандай тақырыпты қамтыдық? Мамандықтар туралы, яғни көптеген мамандықтардың түрлерін білдік, олардың қоғам үшін қандай пайдасы барын білдік, және қоғамдағы олардың өзіндік орындары туралы білдік, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері және ол мамандықтарды игеруде кездесетін қиыншылықтар туралы көптеген ақпарат мәлімет білдік. Ендеше бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сау болыңыздар.